Олын аман алып қалу үшін қызын қасқырларға тастап кеткен ананың қайғылы оқиғасы. Бұл абайтанушы ғалым Мекемтас Мырзахметовтың басынан өткен жағдай. Әлгі ананың аман алып қалған ұлы осы кісі. Көзі тірісінде ғалым бұл оқиғаны айтып, көзіне жас алған еді. 1932-1933 жылдардағы ашаршылықтың ең ауыр кезеңінде аштықтан титықтаған бір ана екі баласын жетектеп көрші ауылдағы туыстарына жолға шығады. Бәрінің де әп дәрмені аз, қарындары аш. Жол ұзап, ауылға жақындаған сәтте қараңғы түседі. Дәл сол кезде алдынан 3 қасқыр шығады. Көздері оттай жанып, аштықтан арсылдап тұр еді. Ана таяғын көтеріп айғай салса да аш қасқырлар қайтпады. Қашар жол жоқ, уақыт та аз. Таңдау жасауға тура келді. Сол сәтте ол жүрегін қарс айырып, ұлын құшағына қысады да қызын жыртқыштардың ортасында қалдыруға мәжбүр болады. Қасқырлар қызға ұмтылып таласып жатқанда анасы ұлын көтеріп қашып кетеді. Шешеңіздің сол қылығын есіңізге жиі аласыз ба? Ол қасірет қой. Сол кезде қасқырдың жейтіні жоқ. Мал біткен, адам жейтінге шыққан. Үшеумізді де жайратады. Бұл әңгіме өткеннің көлеңкесі ғана емес, бұл ананың жүрегінде мәңгі жазылған жара. Және тірі қалу үшін берілген ең ауыр баға. Аштық құрбандарын ұмытпай ағайын. Арбадағы бала осындай оқиғаларды тағы айтып береді. Мені жеке қолдайым десеңіздер, номерім осы. Ерасыл Ж деп шығады. Парақшама жазылып, лайк бассаңыздар да мен үшін үлкен қолдау.